Жаңаөзендегі Теңге ауылының тұрғындары Наурыз мерекесін жоғары деңгейде атап өтті. Елді мекеннің орталық алаңына екі үлкен үй тігіліп, ақ дастархан жайылды. Мәдениет үйінің қызметкерлері концерттік бағдарламаларын ұсынып, өнерлерін көрсетті. Мерекелік шараны тамашалауға келген тұрғындардың үлкен кішісі ұлттық киім киген, жастар ақсақалдарға көрсіп, қариялар тілектерін білдірді. Бұл Наурыз мерекесі бұл жаңа жыл, жаңа өріс, жаңа көктем. Сонымен қатар барлық жаңалықтар. Бәріңе терең денсаулық, осы жаңа жылда жаңа табыстар, жақсы жаңалықтар көбейе берсін. Жаңа жылдан жаңа жылға аман есен, басымыз аман болып, еліміз тыныш болып жете берейік. Шарада Наурыз мерекесі туралы мәліметтер айтылып, ұлыстың ұлы күнінің ерекшеліктеріне тоқталды. Сондай-ақ ұлттық киім киген ақсақалдар мен аналар сайысқа қатысты. Ал аруларын шаш өлшемдері бойынша сынға түсті. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар үлестірілді. Ал жақсы халқым, мына бүгінгі ұлыстың ұлы мерекесі құтты болсын. Осы аз Наурыз мерекесі, осы жақсы жылымыз, жақсы ырыс несібесімен келсін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Мен ұлыстан ұлысқа жете берейік. Наурыз мерекесі құтты болсын. Дендерің сау болсын, ауырмаң, сырқамаң. Келесі жылға да Алла тағалам аманшылықпен жеткізе берсін. Наурыз мерекесі құтты болсын. Шара барысында қол күресі, арқан тарту, ләңгі тебу, асық ату, қошқар көтеру және гір-тасын көтеру сынды ұлттық спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылды. Олардың да жеңімпаздары сыйлықсыз қалмады. Еркін Қарасайұлы, Сәбит Лұқпан, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.